Аға, былтыр күзде аса бір жайсыз күні жолға шықтым деп бастады бейтаныс жігіт әңгімесін. Қар аралас жаңбыр жауып тұр еді, жер қатты тайғақ. Өте маңызды шаруамен жолға шығып кеткесін үйге қайтуға қиын сындым да, алған бетімді жалғастыра бердім. Бара жатқан жолымда көлік сирек екен, ештеңеге ұрынбаспын деп ойлағам, қателесіппін. Бұрылыстың бірін талдар көлегейлеп тұрады екен, қарсы беттен жеңіл көлік атып шыққан, тоқтай алмай барып соғылдым. Оларда жер тайғақ болған соң жолдың ортасымен келе жатқан болып шықты. Есімді ауруханада жидым. Аяғым бірнеше қабырғам сыныпты. Омыртқам мен басыма зақым келіпті. Бәрін кейін білдім ғой. Сөйтсем, көлік иесінің қасында 12-13 жасар қызы келіншегі болған екен. Жігіт пен келіншегі жеңіл жарақаттанғанымен қызы апатта көз жұмыпты. Менің кесірімнен әрине. Қыршыннан қиылды ғой. Жігіттің